короче. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Ключ на 17 каналы және қонақта Жайған авто каналының иесі Нұрик досымыз. Ассалаумалейкум, сразу хейттеттіңдір. Нұреке, ютубқа біраз болды видео түсірмеген. Датагөз степені сені көрермендерің іздеп жатыр, Датагөз степені. Менің видеоның комментарияларында жүр ғой, Нұрик қақта, брат, бірге видео түсіретіндіңдер ғой. Осылай. Жүрегім ауыр отыр. Айтпаңдар анда ауыр сөздерді. Сен, короче, зит и сол сұрақтың мен саған бүгін бір 2-3 сұрақ қойсам деп едім, осы автоконтентке байланысты енді. Басын бастаған сенсің ғой, саған қызық, мен бастадым дегендей. Вот келе жатырмыз, бұдан айтып. Смело, любой вопрос ютубта неге кеттінен басқа десең. Енді ең бірінші сұрақ сол ойнап тұр ғой. Неге жоқ болып кеттің? Бір себептер болды ма, или не себеп болды, қандай жамандадай болды ма, или не дегендей? Жоқ, өзім себептері бар негізі. Ойда болып жүрген, негізі автоконтент деген өзің түсіріп жүргеннен кейін білесің, қиын нәрсе да. Оған ақшаң керек, ақша керек емес, оған нормальный ақша керек. Анда бұған ол қызық емес көп адамдарға. Біз кейт етеді, не өтірік жасасыз. В общем, уақыт болмай кетті еще. Потом ойландым енді, жас келді, нормаль жұмыс істеу керек. В общем, твай қазір нормаль жұмыс істеп жатыр, солмен басымен сол жұмысқа кеттім пока. Енді Құдай қаласа пландар бар келуге, бірақ білмеймін әлі. Қандай контентпен келетінімді де білмеймін. Бірақ негізі планда бар. Қазір TikTokта жұмыс істейді. TikTok, Instagram. Ссылканы қалдырып қойыңыз осыны. Кіріп кетіңдер я. Подписчик менен көп қой сен по-любому бұзақтар. Қанша 10 мыңға жеттің ба? Жете алмай жүрмін әлі 10 мыңға. Бая көріп отырсыңдар ма? Жете алмай жүрген 10 мыңға. Сол, брат, бірінші сұрақ, енді осындай. Екінші сұрақ, машина қайда? Біздің жарысқа машина қайда? Жауап бермей қойман істеймін. Машина өртен кетті. Машинам байынан келгенде енді сынбайды машина жоқ, бірақ сонда да кетті әйтеуір. Жақсы қолға кетті, бірақ сатып жүрмін. Саттым, енді класс выше дейді ғой, опыт жинадым, бірінші машинам 2 жыл айдадым, сатып жүріп берді. Ана сатып жүрдім ғой, кетіп баратқан кезде жылағым келіп тұр. Шынымды айтайын, ұрандай настроением болмай бір 3-4 күн бе жүрдім, короче. Аяқтарыма сенбей, короче, аяқтарым подвайт ете бастады. Бір остановка жүргеннен кейін подвайт етіп тұр аяқтар. Әбден неге үйреніп қалған. Қазір күшті автобуспен ұзын машина мінетін болдым ғой. 3 есігі бар бұл. 3 есігі бар. Да, офиг адам жетші. 20-30-40 тұра береді. Конечно, бұл енді әзіл сұрақ болды, әзіл жауап. Бірақ енді машина сатылып кетті дейсің, получается. Сатылып кетті машина. Бірақ жақсы қолға кетті. Жақсы қолға кетті. Танысыңа саттың ба сонда, получается? Жоқ, бір жақсы жігіттер кездесті. Ұнады, өзі ұнатып тұрғаннан айналды да. Ойлама, ұнатып бір рет жай бет дворда жүрді да, ұнайтып деді, ертең келіп алып кетемін деді. Ертең келіп келесі күні келіп алып кетті. Қазір мініп жүр, сторисін көремін, сөйлесіп тұрамыз екенбіз. Сағынып тұрамын. Ана Қазақстан бар ғой, анау еш жақтаға, соның астына фото атышып қойды. Дұрыс. Ол 2 жыл айдасан, оның өзі по-любому ауыр болады. Қанша дегенмен, қанша воспоминания. Конечно. Біреулер үшін бұл транспорт болса, біз үшін ол жүрекпен андай не ғой. Жақсы көріп, бірдеңесі бұзылып қалса, жаның ашып істегің келіп тұрады. Сол ғой, сол. Бұзылмайтын бірақ машина жоқ. Менде видеоларында да қанша бұзылып отыр, жөндейсің, бұзылады, жөндейсің. Ол по-любому. Бірақ енді достар, енді мені де түсінген жүрсіздер, анда комментарийда брат маған пневма қойшы, ананы қойшы, мынаны қойшы. Ол деген біраз ақша керек. Каспий номерін жазып қойсын, жеріп қойына салып алады пневманы. Ақша жіберіңіздер, бұл салып аламын деп па. Оңай нәрсе емес, сол осы сұрақтардың сен іздеп жатқаннан кейін қояйын дедік. Енді болашақта негізі барлығы бағанағындай дұрыс болатын болып жатса, мысалы жұмыс жағынан бәрі тура келіп жатса, негізі қайта автоконтентке келем деген ой бар, получается, Автоконтент негізі расымен ана не істеп қалды да. Ютубқа сонымен келдім, сонымен бір тұрымдар жарып жүрдім бір рет. Сонымен ұстап қалу керек еді, ұстай алмай қалдық, қолдан келмей қалды. Қиын болып кетті. Жанып тұрған кезде ары қарай жандырып жүру керек. Просто бағанағындай тоже қаражат келіп тірелді. По-любому. Солай тіреліп қалды.
сол бір жағынан болды күндер андай бір күн миллионерсің, короче, келесі күн бомжсың ғой, короче. Иә, Сондай болды. по-любому бәрі іздеп отырса. Енді получается болашақта келесің ол. Бірақ енді басқа атпен келесің ба или жай ғана авто? Жай ғана авто строго сол. Өзім ойлап тапқанмын лично. Түні бойы жатып түсірейін деп жатыр, план болып жатқан кезде алдын ала ойластырып, жай ғана авто деп енді елден ерекше ат қой, былай қарап тұрсаң. Иә. Ешкімде жоқ. Қазір енді біреулер ашып, жай ғана авто деп жүрмеңдер. Барып тұрып соттасам бар ғой. Авторский правасы бар. Патент жасау керек брат. Жай ғана авто. Өзіңе иемденіп аласың деп айтса болады. Авторы көп. Енді ол қанша уақытта примерно келесің дегенде ғой? Оған енді былайынан примерно даже айтамаймын. Үйленіп кетіп жатсам, содан кейін келемін. Маған без разницы 20-да болам ба, 30-да болам ба, өзіңе ұнайтын нәрсемен айналысқан нәрсе дұрыс деп шешемін, өзім ойлаймын да. Дұрыс брат. Потому что мен лично сенің примеріңді мен өзім көзім жетті да. Мен тоқтамай істеп отырмын. Мақұл менің видеоларым там 1000 просмотр жинайды, 1000 жинайды, кейде 2000 басы, иә. Но главное маған ұнайды да и жалғастырып жатыр мысалы. Қанша өзің үшін істеуің керексің, біреу үшін емес анау мынау келіп көрсе екен. 20 000 просмотр болса екен, 80 000 просмотр деген емес. Натур өзің үшін түсіру керек та ол нәрсені. Балалар бар ғой, бәрі сол. Көбісі бірақ шыны керек сол лайк, комментарий үшін түсіреді. Бірақ негізі ақша үшін түсіреді, бірақ сонда да өзің үшін түсірсең результат көп береді да. Былай қарасаң. Негізі өзің түсіріп, кәдімгі ерінбей андай қызықтырақ қылып, иә, видеоны түсіріп солай істесең құдай қаласа ертең бір жер жарып тұрсаң обязательно сендегі реклама беріп тұрасың ғой. Сендегі саған бұйырған подписчиктер бізге де бұйырсын, құдай қаласа. Достар, сол үшін не істеу керек екенін білесіздер? ютубқа ойламын, неге 100 000-ға жетіп көремін ба деп, бірақ болмай қалды. Негізі қаншаға жетті сенікі? 25 па сондай болды. 25 болды. Білмеймін. 4-тен 1 бөлігі ғой почти, что оның өзі чего. ютубым бір айда ғой. Бір айда жинап тастадың сен. Капец. Менікі қанша болды? Жаздан бері жүрмін, бірақ 2000 просмотр, бірақ енді жаймен келіп жатыр, ничего. Енді менікі де просто алып бағанағындай ғой. Білмейтін нәрселерім де бар, бағанағындай енді келіп жатыр. Көп қой, енді келгеннен кейін білмейтін нәрсе көп. Енді сол саған қарап мотивациялап істеп дегендей. Енді получается, құдай қаласа онда мен үмітімді үзбеймін. Біз әлі жарысамыз деп ойлаймын. Құдай қаласа. О кезде бір сотымен кеп жағынан О кезде бір жақсы иномарка проект жинап, құдай қаласа осындай Нурик, Али деп жай ғана авто. Ертең комментарий жаз, короче, видео саласың ғой. Короче, жаз, егер жазсам адамдар сен, и орағал келсін ютубқа деп, примерно 2 жыл келем. 2 жыл. Все, короче, брат, мен видео осы салам, саған әке саған жіберем. И, короче, комментарийді оқимыз анда. По-любому, брат, сен іздеп отқан адамдар бар. Кім жазады егер анда? Мысалы, жоқ, мысалы, көбірек сен сол бағанандай комментарий көбірек іздеп не қылатын болса, біз, может, 2 миллион адам жазса, 2 миллион адам жазса. Давай, бедекші хотя бы. Былай айтайықшы, 1000 комментарий жазса, мысалы, 2000 комментарий жазса, именно чисто, мысалы, короче, солай. Давай, 1 жылдың ішінде қайтып жайған авто деп конкретно жазса, давай, 1 жылдың ішінде, давай, бір келсейік. Давай, солай, келсейік. Солай ма? Все. Болды, короче, достар, көндірді ғой. По-любому жарысамыз деген. Бірақ автокатат деген қиын. Аяққа тұрып алайын? Құдай қаласа, иә. Өйткені мен де просто кеп халам-малам түсіргім келмейді да. Иә, сол качественный конкретно аяққа тұрып кел, типа ютубқа салынбай, шықпай кірмейді дейді ғой. Иә. Сондықтан бүкіл нәрі таның дей ма, қалай айтылады? Нәрі таның сондай бірдеңе бар. Ондайды білмейді екенмін сондайдың. Андай бүкіл өзіңді всю себя, короче, дейді ғой. Баспен сүңгіп кету. Все, түсіндім. Егер ол жақта әкеті алып атсам, онда полностью сол жаққа кіремін да, жұмыс бәрін былай қоямын да, и полный интернетқа, ютубқа байынан кіремін. Негізі, сен де мысалы өзің жұмыспен қатар алып жүрдің, машта автоконтентті бүйтіп істеп жүріп тұрып тұрсың. Менде де сондай болып жатыр да, жұмыспен қатар жүріп, қиындау болады. Просто обещание бересің, бір аптаның ішінде бір видео салып отырамын деп. Осының өзінде мысалы бір аптадан асып кетеді, уақыт жетпейді, бағанандай үлгере алмай қаласың. Ойламаған жерден анау шығады. Оңай емес негізі, дұрыс па, Нұреке? Енді сол үшін достар,
бізді қолдаңыздар. Нұреке қайттан оралам деп отыр иншалла. Вот бағана 2 комментарий добивать етсек. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Бұрынғы жай ғана авто каналының видеоларын сағынсаңыздар, короче, жазыңыздар. Бұрынғы десятканы сағынсаңыздар, тоже комментарий жазып кетіңіздер. Өзім де сағындым. Мен де комментарий жазайын ба? Помнишь, брат, мен екеуміз не жазғаннан кейін, екінші реванш видео салғаннан кейін, мен саған қайттан вызов тастағам, давай, брат, жарысайық деп. Содан кейін айтып жатырмын, давай, брат, жарысайық конкретно деп. 3-ші рейс па? 1-де 1 болды бізде. 1-де 1 болды ғой. Бәсі. Сол конкретно. Легендарный жарысқа қойдық ғой, Соны шешсек конкретно деген ғой. Сол видео мен қанша просмотр түсіп жатқан кезде атты ғой, ема. Именно сол видео атты. Менде енді прям көп демеймін, но стабильно былай келе жатыр ғой, жақсы болады. Жаймен құдай қалса, иншалла. Кішкентай шақтармен келіп жатырмыз. Но енді құдай қалса бір иномарка, бір чайзер ма или там не, сондай бір иномарка жинайық екеуміз, проект сөйтіп жазайық, көрейік атасы. Сразу алғаннан кейін әкесін алып тұрайын. Lamborghini алайық деп. Болды, құдай қалса, не дейді ғой? Қалай айтушы еді? Түйе сұрасаң бие берем дей ма, сол сияқты ғой. Түйе сұрайық, бие беріп қалар. Lamborghini сұрасақ сол бір жерде. Сразу үй сұралайық та бәрін. Магазин, бизнес бәрін сұралайық. Сол сияқты. Тағы қандай сұрақ бар? Енді негізгі сұрақтардың бәрін алдым деп ойлаймын негізі. Енді өзің айтарың болсаң, маған деген өзің енді қанша майдан бері шықпадың ғой ютубқа, осы саған жүрген подписчиктеріңе біраз болды. Соларға айтар сөзің болса. Мама, я в ютубе. Сол подписчиктеріңе, өзің оқырмандарыңа айтар. Енді ол кісілер по-любому сенің мағанда қанша подписчик өтті да. По-любому сұрайды. Соларға айтар сөзің болса, өзің завершать етіп осы видеоны аяқтасақ. Енді қызық деген сұрақтың бәрін алдық деп ойлаймын. Құдай қаласа қайтып келгенді күтеміз. Енді сөзге жегі өзіңнен Нұреке. Не деймін? Каналдарың өсе берсін. Әумин. Топитет қалдық қой. Сөз өрмеген еді бұлай менің. Мен тиктокқа кіріңдер. Саған жүргендер болса, тиктокқа кіріңдер. Сол жақта, короче, әзіл ойлап, енді ақырын өмірімді сүріп жүр. Инстаграм бар, Инстаграмда стористан күнделікті көреді. Тиктокта бәріне жазам деп өтірік бере бермейсің. Инстаграмда жазам, вот Инстаграмда жазғандарға ат өтіп берем. Бәріне сөйтіп жүрдім. Әлі күнге дейін жазады негізі бар ғой. Қашан келесің? Иә, YouTube қайда деп жазып жатыр көбісі. Осындай жағдай болды енді. Әлидің арқасында біліп отырсыңдар не болғанын. Енді саған айтарым, енді Әли ақырын айтады ғой. Неважно, с каким скоростью ты двигаешься, дейді ғой. Главное не останавливаться. Жай жүрсең де, тез жүрсең де, от души тоқтамасай. Болды, қалым. Сендер қор отып жата бермей, тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Ең бастысы сол, сендердің керегі болды. Біздің контент сендерден лайк деген сияқты ғой. Подписчиктер по-любому Нұрекең кейін күтеміз. Мен енді былайынан уәде беріп қоймайын, бірақ ой бар деген ниет беріп қойын да осылай. Түсін. Ой бар. Құдай қаласа бір бұйырған күні келем. Бірақ келесің. Келем. Иншалла, Құдай қаласа келесің. Құдай қаласа иншалла. Болды. Главное келеді достар. Жай ғана авто деген атпен келем қайттан. Бір жыл болсын, 2 жыл болсын, 10 жыл болсын, 10 жыл, 30 жыл болсын. YouTube жоқ кезде. Енді 10 жыл емес шығар, максимум сол 2 жыл, одан ары кетсе 3 жыл шығар, может быть енді. Бірақ қайта келесің. И сол кездерде тағы совместный видеолар түсіретін боламыз. Ол кезде уже ол кезде более качественный кірісетін боламыз. Десятка емес, может басқадан иномарканың проекттер жинайтын шығармыз мүмкін, Құдай қаласа. Бірақ бәріне қызығы сол базы ғой. Базы осындайынан мына жаққа дейін жеткізу ғой, короче, андай. Музыкасын жинап, сыртын жинап, тюнинг әкеліп. Андай сондай қылып арман тұрғын еді маған ана десяткамдар ғой. Молния Маквин сияқты қылып қоятындар ғой. Артынан спойлер жасап, оның бәрі сөйтсем не екен ғой, қиын екен ғой. Армандап кеттім да слишком. Оның бәрі келіп, мынаған келіп қадалады екен да. Ақша ғой сол. Бәрі келіп айналып келіп. Құдірет ақша не істеткізбейді жоқ. Айтпа. Сол нәрсеге келіп тіреледі қайта. Енді біз енді достар түсініңіздер, Нұректе де менде де хейт етеді бізді. Дұрыс тюнинг жасамайсыңдар, өтірік, бұзыла береді, анау мынау деген сияқты. Біз де түсінуге болады. Біз де қарапайым отбасыдан шыққан достар, сіздер секілді. Просто папаларымыз депутат қой. Просто сіздер секілді біз де қарапайым үйден шыққан, қарапайым қайдан білесің, миллионер көріп отқан жоқ.
бірақ ол да мүмкін иә байдың балалары дейсің ғой бәрі отырып сондай простоймыз бізде ешқандай асып бара жатқан ештеңеміз жоқ менің де көзім бар менің де қолым иә бар сіздер секілдіміз бізде ешқандай артықшылығымыз жоқ просто бізде осы нәрсені көрсек деген осы нәрсені жетсек деген мысалы шетелдік бағанағы блогерлерге қарап мысалы ресейде осындай вазда жинап тырысып жатады бізде солай сияқты жасағымыз келді сондай ниетте ашылып жасап жатқан контент қой бұл енді бірақ енді хейтерлерге айтарымыз не дейміз ұнамай ма дизлайктарын қойып кете берсеңдерші короче жоқ хейтер деген керек нәрсе негізі ол хейтерлер ол видеоны жаңартып жанын кіргізеді ғой ты че хейтерлер люблю вас такой ана бір видео қараймыз олар ты че бәрінің жанын келтіретін нәрсе ана әрекет түсіріп жүр ма түсіріп отыр черный болып кетті черный лев черный лев ол кісі тағы бір күшті не жасап жатқан сияқты молодец детейлинг жасап кетіп отыр по-моему полировка істеп жатыр по-любому көресіңдер ғой ана историясқа салғаннан сразу білдім ғой полировка екен потому что детейлинг деп айтып қойды өзі үйдің жанында ғой мына жерде полировка ғой білемін ғой ареке ренжімеді сен видеоң шыққанда біліп қойдық деп па арекада бірінші сал все болды алғашқы бүгін түстік па ертең уже саламын ғой құдай қаласа в общем нұреке саған от души рахмет осылай бір видео түсіріп былай подписчиктердің сұрағанына ответ берейін дедім енді бұл видео қазір енді конкретно каналдың түпкі мақсаты автотюнингке қатысы болмаса да нұреке бауырымыздың короче жоқ болып кеткеніне конкретно өзі бәрі не болып жүр ғой бүйтіп непонятка болып енді сол нәрсенің короче ответін берді деп ойлаймын сол мақсатта түсірген болатынбыз достар в общем нұреке қайтып келеді комментарий бағанағы шартта ұмытпаңыздар инстаграм тиктогы бар жоқ емес сояққа жазыңыздар мүмкін сіздер жазыңыздар нұреке может ол сіздер қайта жазғанда мотивация может 2 жыл емес 1 жыл жарты жылда қайтып келетін келесі күні ертеңгі болды қайттан келетін болдым деп иә бірақ енді бағана үйленемін деп айтып отырсың бауырым құдай қаласа үйленіп енді үйленемін деген ол не енді болашақ планда дейсің ғой ойдағы сол үйлену болып жүр қазір бірақ ол как минимум ол да 2 жыл ол да тағы ол аяққа тұру керек үй алу керек ол әкесінің басына отырғым келмейді мысалға өз күнімді қазір өзім көріп жүрмін ғой мама папаға көмектесесің сол папаның шаруалары бар сол кісілерді бітіргеннен кейін барып сондай ой бар короче мына личная жизнь жақты кішкене туралап барып сосын келемін дейсің ғой иә ол мүмкін оның да дұрыс иә потому что менің өзім де кейде сол выгорание отыр короче қиналып кетесің иә енді оны түсінетін адам бар түсінбейтін адам бар просто сенен кейін осы салаға келгеннен кейін мен сені түсінемін мен просто мынандай ортасына қалып қоймайын дедім да лучше мына жақта реттеп алып сосын барып өтейін дедім егер мен екеуіне де бүйтіп жүрсем бір күні құлайтын едім ана қазақта осыған қатысты андай сөз бар ғой екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой сондай вот менде де сондай қыздар туралы айтқан ғой біздің андай ғой ше жұмысқа бүйтіп кірісіп неғып келесің да и потом ютубқа бүйтіп не қылсаң короче мына жақың ойың бөлінеді мына жаққа кетеді ар жақта проблемаларың шығып қалады кейде мынандай проблема шығып қалады сосын нервы не восстанавливаются бір сөзбен айтқанда нервің кетіп кетесің қиын и еще өзің ана мысалы планировать етесің бір аптада саламын деп планың орындалмай қалса тағы жынданасың оған иә конечно оңай нәрсе емес в общем достар сол нұреке қайттан келеді аман сау болыңыздар рахмет каналға тіркеліп лайк басып достарыңызға таратып нұрекеңді іздеп жүрген жандардың бәріне жіберсеңіздерші бір күні жай ғана автоны кім іздеп жүреді бәріне жіберсеңіздерші таратсаңыздаршы қазір ютубта жоқ жай ғана авто деп жазсаңдар шығып уже не жоқ атын өзгертті не қылып тастады ма вообще жоқ қылып жүрмін кстати мен соңғы сұрағымды ұмытып кеттім ғой каналды сонда не жауып тастадың ба сен или сатып жібердің ба қалай болды сонда проект жауып тастадым проект кетті полный кетті все так сол достар енді жауап көптен күткен сұрақтарыңыздың жауабын алды деп ойлаймын аман сау болыңыздар сіздерге көп рахмет поддержкаларыңызды аямаңыздар нұрекеңді күтеміз жақсы сау болыңдар комментарий жазыңдар нұрек деп жазыңдар давай все ема